Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен есептік және реттік сан есім тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер есептік және реттік сан есім тақырыбымен танысасыңдар. Олардың айырмашылығын анықтайсыңдар. Ең алдымен есімізге түсірейік. Сан есім дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Заттың санын білдіріп, қанша, неше, нешінші сұрағына жауап беретін сөз табы сан есім деп аталады. Сан есім екіге бөлінеді: есептік сан есім және реттік сан есім. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы, 6, 8, 9. Заттың ретін білдіріп, нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 6. Реттік сан есім. 6 деген есептік сан есімге ыншы жұрнағы жалғану арқылы реттік сан есім жасалып тұр. Сұрағы нешінші? 8. Реттік сан есім. 8 деген есептік сан есімге інші жұрнағы жалғану арқылы реттік сан есім жасалып тұр. Сұрағы нешінші? Ал енді тапсырмаларға назар аударайық. Оқулығымыздың 84-ші бетіндегі 37-ші жаттығу. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Дескриптор. Реттік сан есімнің түбірін белгілейді. Реттік сан есімнің жұрнағын белгілейді. Келесі тапсырма. Берілген сан есімдермен бірінші сөйлемде есептік сан есім болатындай, екінші сөйлемде реттік сан есім болатындай сөйлемдер құра. Үлгі бойынша сызып көрсет. Берілген сан есімдер 2, 20. Мен 2 деген сан есіммен сөйлем құраймын. Бірінші сөйлем: менің інім 2 жаста. 2 есептік сан есім, себебі неше деген сұраққа жауап береді. Екінші сөйлем: Айдос 2 партада отырады. Бұл жердегі екінші реттік сан есім. Себебі 2 деген есептік сан есімге інші жұрнағы жалғану арқылы реттік сан есім жасалып тұр. Сұрағы нешінші? Дескрипторға назар аударайық. Есептік сан есіммен сөйлем құрайды. Реттік сан есіммен сөйлем құрайды. Үлгі бойынша сызып көрсетеді.